Кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі ауданаралық соттары құру және Қазақстан Республикасының кейбір жарлықтарына өзгерістер енгізу туралы Қазақстан Республикасының президентінің 2012 жылғы 4 ақпандағы жарлығына сәйкес Қазақстан аумағында, соның ішінде Солтүстік Қазақстан облысында кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соттары құрылды. Кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соттардың қызметі баланың құқық бұзушылығының алдын алу, кәмелетке толмағанды жазалау емес, оны тәрбиелеу мақсатында қызметтер атқару. Кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі ауданаралық мамандандырылған сотында қылмыстық, азаматтық, әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер қаралады. Нақты осы істерге тоқталатын болсақ, ол қылмыстық процессуалдық кодекстің нормаларына сәйкес жеке адамға, отбасына, кәмелетке толмаған тұлғаға қатысты қылмыстық құқық бұзушылықтар және де азаматтық процессуалдық кодекстің нормаларына сәйкес баланың тұрғылықты жерін анықтау, ата-ананың баламен кездесу тәртібін орнату, әкелікті тану және алименттік төлем мөлшерін төлемді өндіру, ата-ана құқығынан шектеу, айыру және оны қалпына келтіру, бала асырап алу және оның күшін жою, кәмелетке толмағандарды арнаулы білім беру мекемелеріне немесе ерекше режимде ұстайтын мекемелерге жіберу бойынша даулар, алименттік төлем мөлшерін азайту туралы азаматтық істер қаралады және де әкімшілік құқық бұзушылық кодекстің нормаларына сәйкес кәмелетке толмағанның түнгі уақытта ойын-сауық мекемелерінде болуына орын берген жағдайда және де ата-ананың немесе заңды бір өкілінің баланың тәрбиелеуі жөнінде өзінің міндеттерін орындамаған жағдайда, кәмелетке толмағанға әкімшілік құқық бұзушылық туралы әкімшілік құқық бұзушылық жасауға тартуға, кәмелетке толмағанның түнгі уақытта заңды өкілінсіз үй-жайдан тыс жерде немесе ойын-сауық жерде болуына байланысты қозғалған әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер қаралады. Сотта Қазақстан Республикасы жоғарғы сотының отбасылық сот пилоттық жобасы жүзеге асырылуда. Пилоттық жоба бойынша баланың тұрғылықты жерін анықтау, ата-ананың баламен кездесуі, алименттік төлем мөлшерін азайту туралы азаматтық істер қаралады. Бұл істердің қараудағы бір ерекшелік, судья арызды өндірісіне қабылдаудың алдында 5 жұмыс күні ішінде тараптарды сотқа шақырып, олармен кеңесу өткізеді. Кеңесу барысында кәсіби психолог міндетті түрде қатысады. Бұндай кеңесулердің өткізудегі мақсат тараптар арасындағы туындаған дауды тараптарға оңайлы, қолайлы түрде шешуге бағытталған болып табылады. Кәмелетке толмағандардың арасында құқық бұзушылықтардың алдын алу мақсатында сот судьяларымен және қызметкерлерімен жастармен кездесулер ашық есік күндері өткізіледі. Кәмелетке толмағандар сот отырысына қылмыстық, азаматтық, әкімшілік құқық бұзушылық бойынша істер бойынша қатысқан жағдайда міндетті түрде психолог қатысады. Сотта кәмелетке толмағандармен әңгімелесу үшін арнайы бөлме жабдықталған. Онда соттың инспектор психолог қызмет атқарады. Сот ұйғарымына сәйкес инспектор психолог кәмелетке толмағандармен әлеуметтік психологиялық зерттеулер өткізеді және де зерттеу қорытындысы бойынша сот отырысында өзінің тұжырымдамасын жасайды. Қазіргі кезде заман ағымына сәйкес елімізде жаңаша электронды жобалар іске асырылуда. Сондай жобалар Қазақстан Республикасының жоғарғы сотымен де жүзеге асырылып жатыр. Соның бірін айтып өтетін болсақ, ол сот кабинеті сервисі. Бұл электронды сервис азаматтардың соттарға электронды түрде құжаттарын жолдау, өздерінің арыздары бойынша қаралып жатқан істер бойынша құжаттарды алуға арнайы жасалынған. Электронды сот кабинеті сервисі бұл Қазақстан Республикасының қылмыстық процессуалдық, азаматтық процессуалдық кодексінің нормаларына сәйкес және де азаматтардың, жеке тұлғалардың және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау, электронды құжат, электронды қолтаңба заң нормаларына сәйкес жасалынған. Сот кабинеті сервисінде азаматтарға қолжетімді болу үшін арыздардың үлгілері, сот кабинетін пайдалану бойынша нұсқаулықтар және де өзге де деректемелер орналастырылған. Сонымен қатар
жүз нақты қадам ұлт жоспарына сәйкес қазіргі таңда соттармен қаралып жатқан барлық істер дыбыс бейне жазба құралын пайдалану арқылы жүргізіледі. Бұл дегеніміз сот отырысында дыбыс бейне жазба жасалынып, сот отырысы аяқталған соң тараптар осы жазбамен таныса алады. Және де дыбыс бейне жазба арқылы сот процесінде тараптардың өзін-өзі ұстауы, сот жүргізу тәртібінің сақталуын байқауға болады. Сонымен қатар тараптар егер де сот кабинеті сервисінің тұтынушысы болып, осы арызды сот кабинеті арқылы сотқа жіберген жағдайда, сот кабинеті сервисі арқылы сотқа дыбыс бейне жазба құралымен танысу туралы арыз жолдай алады. Бұндай арыздар судьяның электронды қолтаңбасымен қанағаттандырылған жағдайда арызды жолдаған азамат үйінде отырып-ақ осы өткізілген сот отырыстарының барысын қарай алады. Және де оған өзінің ескертулерін немесе шағымдарын жасауға құқылы. Тағы да бір сот саласындағы жаңашылдық, ол кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі мамандандырылған ауданалық сот болғандықтан, онда облысымыздың түкпір-түкпіріндегі аудандардан және де басқа аудандардан арыздар түседі. Сол арыздар бойынша тараптардың қатысуы үшін қашықтықтан қатысуды қамтамасыз ететін жүйе қолданады. Бұл дегеніміз, егер де тарап немесе іске қатысушы басқа да бір тұлға соттан тыс жерде немесе басқа облыста, шалғай ауданда тұратын болса, онда ол сот отырысының алдында сотқа сот отырысын қашықтықтан қатысуды қамтамасыз ететін жүйе арқылы қолданып, сот отырысына қатысуын қамтамасыз етуге арыз жасайды. Бұндай арыз жасалған жағдайда сот отырысы сол азаматтың қатысуын сол азаматтың тұрғылықты жері бойынша орналасқан сот арқылы қашықтықтан қатысуды қамтамасыз ететін жүйе арқылы қарап өткізеді. Сонымен қатар сотқа келетін адамдарға, азаматтарға қолжетімді болу үшін сот ғимаратының дәлізінде талап арыздардың үлгілері, әкімшілік айыппұлдар төлеу немесе процессуалдық шығындарды төлеу бойынша деректемелер, ақпараттық анықтамалар орналастырылған. Сонымен қатар сотта құқықтық ақпараттық жүйе жұмыс істейді. Бұл дегеніміз автоматтандырылған жүйе. Оған азаматтар қоңырау шалып, соттың санатына жататын істер бойынша білуге және де қандай төлемдерді қай деректемелер бойынша төлеу қажеттігін және де анықтамалық сұрақтарға жауап ала алады. Тек бір атап өтетін жағдай, бұл автоматтандырылған жүйе арқылы азаматтар қаралып жатқан немесе қаралған істер бойынша қандай да бір ақпарат қызметкерлер беруге құқылы емес.